Сәлем достар, сіздермен Гүлім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жаңа жылдық мандарин салатының рецептісімен бөлісемін. Сіздерге ұнайтыны сөзсіз, бұл салат кез келген дастарханның көркін ашып, қонақтарыңызды таң қалдырады. Сырт бейнесі де дәл мандарин сияқты. Бізге қажетті ингредиенттер: піскен тауық еті, картоп, сәбіз, жұмыртқа, татымына қарай тұз және де майонез. Барлығын видеодағыдай турап және де күштен өткізіп аламыз. Ендігі кезекте үлкен ыдысымызға сәбізден басқа ингредиенттердің барлығын салып, тұз және де майонез салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Осындай біркелкі масса пайда болғаннан кейін қолымызбен дөңгелек пішін жасайтын боламыз. Менде осындай 8 дана шықты, әрқайсысы 20 граммнан болды. Пищевая пленканың үстіне сәбізімізді өте жұқа қылдырып, видеодағыдай жайып шығамыз. Осы сәбіздің үстіне бағанағы шаригімізді қойып, пищевая пленканы осылай дәл видеодағыдай жинайтын боламыз және де артынан дөңгелектейміз. Сонда бізде жаңағы сәбіз осы шаригіміздің үстіне жабысуы керек. Енді пищевая пленканы алып, мандариннің формасын келтіретін боламыз. Осылайша барлығын сәбізбен қаптап шығамыз. Достар, сіздермен алдағы уақытта осындай түрлі оригинал рецепттермен бөлісетін боламын. Сондықтан каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Осымен біздің өте әдемі мандариндеріміз дайын болды. Оларды өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша, фантазияларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Өте ерекше салат, өзіме қатты ұнады. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Сондықтан да жасап көріңіздер. Бұл салатты бір көрген адам шынымен де мандаринде бойлап қалуы әбден мүмкін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Гүлім.